Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео съемканы түнде түсіруді жөн көріп жатырмыз. Себебі бізде не болып жатыр? Жаңбырлар жауып жатыр. Жаңбыр, өздеріңіздер білесіздер, қатты жаңбыр жауған кезде әсіресе түнде шуалшандар не істейді? Қаша бастайды, борттан қаша бастайды. Кеше мен байқағаным бойынша бірең-сараң шуалшандар оянып кетіп, мынау шығып кетті борттан. Бұның шешімі табылды. Жаңа біздер группада отырамыз ғой. Сол жерде практикадан өткен екен. Не істейміз? Түнге қарай, егер нені қарап отырамыз ғой, погоданы. Егер бізде кішігірім борт болатын болса, түнге қарай осылай салафанмен жауып қойған дұрыс екен. Арасында ауа кіретіндей осы нелерді саламыз, ішіне бір қандай да бір заттарды көтеріп тұратын, ауа кіріп тұратындай қылып жасаймыз. Және не істейміз? Үстінен салафанмен тартып тастаймыз. Азанда жаңағы мына салафандардың барлығын алып тастау керек. Және ашық аспанда тұра берсе болады. Күндіз күн ысып кеткен кезде жаңағыдай күннің сәулесінің әсерінен борттың температурасы өте қатты қызып кетуі мүмкін. Сондықтан күндіз ашып қою керек. Бұл іс-шара жаңағы көктемде қатты жаңбырлар болған кезде, және күзде біз байқадық, мынау шуалшандар шығып кетуін. Сол кездерде қолданылады. Және айтып өтетін жағдай, қандай жағдайда шуалшандар қашады екенін білетін болсақ, мына бортта өте көп тығыздалып қалса, егер шуалшандар тығыздалып қалатын болса, жаңағыдай бұлар жай қаша бастайды екен. Осылай сіздерде азын-аулақ борт болатын болса, осылай салафанмен жауып қойсаңыздар болады. Осындай пайдалы ақпаратпен бөлісуді жөн көрдік. Құдай қаласа видео пайдалы болды деп есептеймін. Ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Осы каналға подписка жасап, бізді қолдап қуаттауыңызды сұраймыз. Ендеше баршамызға күн қайырлы болсын, күн тыныштығы берсін. Аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.